Қайырлы күн құрметті ұстаздар, қонақтар, ата-аналар, оқушылар. Арайлы жаздың 3 айын демалыста өткізіп, сағынышпен оралып отырған оқушыларды құттықтаймыз. Білім күнін жылдағыдай мектебіміздің алдында қоңыраудың сыңғырымен қарсы алмасақ та, ортақ мерекемізді өздеріңізбен бөліскелі отырмыз. Алғашқы қоңырау мерекемізбен тұспа-тұс келіп отырған 30 тамыз Конституция күнімен барша қазақ жұртын құттықтаймыз. Ғаламшарымызда болып жатқан ахуалды ескере отырып, мемлекетіміз барлық мекемелер мен кәсіптік орындарда өтетін мәдени іс-шараларды онлайн тәртібіне көшіруді қолға алды. Сондықтан да шуақты күндеріміз көп болсын деген тілекпен мерекеміздің салтанатты іс-шарасын бастауға рұқсат етіңіздер. Еліміз ғұмырлы, тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, бірінші сыныпқа қабылданған бүлдіршіндер. Бүгінгі білім күнімен құттықтаймын. Әр мектеп үшін білім күні бұл айтулы мерекелердің бір екені белгілі. Біздің мектеп ашылғанына аз ғана уақыт болса да, көптеген игі істер атқарылып, жетістіктерге жетіп келеміз. Алғаш қадам аттағалы бүгінде, ұмытпапты ұстазына гүлінде. Армысыңдар балғын шәкірт жолдастар, келіп тұрған қыркүйектің бірінде дей келе, бүгінгі мектеп табалдырығын аттағалы тұрған бірінші сынып бүлдіршіндерінің ақ тілектері мен өлең жолдарын қабыл алыңыздар. Мектепке біріншіге барамын, мақтанбаймын мектепке, дайын дәптер қаламын. Мектеп қамғанамыз, оқып білім аламыз, өсіп біздеге жетіп, жасы қысыламыз. Мектеп қамқор анамыз, оқып білім аламыз, мектепте ержетіп, үздік оқушы боламыз. Білімнің қайнат бұлағы, өнердің жарқын шырағы, тұрағы өзім мектебім, шәкірттің асыл қырағы. Мектебім мәңгі бапкерім, қарыз бұстаған бәріміз, өзіне деген парызы ақтаймыз тағай әлі біз. Бірінші сынып оқушысы өмірден аттотты, егемен елдің түсінде суағын сасын арай күн, ақылды болып өсеміз, қызыға жұрттар қарайтын. Қуаныш бүгін ниетке, суағын сасыпты әлем, мектепке келген алғашқы жан болсын саған мың сәлем. Құрметті ұстаздар, оқушылар және ата-аналар, сіздерді бүгінгі айтулы мереке білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мектеп табалдырығын алғаш аттағалы жатырған бүлдіршіндер және жас түлектер, алдағы оқу жылында тек қана сәттіліктер мен жаңа ашылулар тілеймін. Жас түлектер, алдағы келе жатырған ұбт-ны сәтті аяқтаңыздар. Игі тілекпен Фариза Оңғарсынова атындағы номері 29 жалпы білім беру орта мектебінің 11 А сынып оқушысы Хабибулла Нурилла. 1 сентября – праздник, близкий каждому. С него начинается трудная, но очень увлекательная дорога в мир знаний. Будьте здоровы и благополучия в семьях. Пусть новый учебный год будет увлекательным и плодотворным. Море знаний. Всего хорошего. Ученик 29-й школы имени Фаризы Оңғарсыновой Леулин Асан.
қоңырау, сыңғырлап үнін көңілде тұрау, ақ бантик тағып, сөмкемді алып, соқшы қоңырау, сыңғырлап үнін көңілде тұрау, ақ бантик тағып, сөмкемді алып, көріспедік-ау, басталар сәтте оқуым мынау, сағындым сені, соқшы қоңырау, басталар сәтте оқуым мынау, сағындым сені, соқшы қоңырау, сағындым сені, соқшы қоңырау. Мектеп білімінің алтын ордасы болса, оқушы сол мектептің ажырамас діңгегі. Ұстаз ол осы екеуінің алтын көпіріндей. Ордасы кең, діңгегі берік, көпірі мығым болса, білімнің қайнар көзі ешқашан таусылмақ емес. Ендеше аяулы мектебіміздің алдында ұстазымызбен қауышып, сағынған сыныптастарыңызбен кездескенше қош, сау болыңыздар.